Сіздерге айтайын, тиктокта, инстаграмда блог бастағанымыздың бір себебі күйеуім осыған дейін талай мұздай темірді ұстап, мысалы қыста машина жөндейтін еді. Мен соның қасында тұратынмын. Аяғымның суы жаураса да, сол машинаны ремонттап біткенін күтіп, машина ремонттап болғаннан кейін машина базарға бірге шығып, запчастьтарын да бірге алып жүретінбіз. Өйткені любой еркекте бар, мен тауып жатырмын, мен асырап жатырмын деген сөзін естімеу үшін әйтеуір қасында тұрайын, осымен бірге әйтеуір бүкіл қиыншылығын көтерейін, не де болса дейтін. Шүкір, қазір рекламалар келіп жатыр, барынша контент ұстап жатырмыз деген сияқты. Еркінен біз негізі блогерствоға келген жоқпыз. Бұл жерде мақсатым әйтеуір күйеуіме бірде болсын, әйтеуір бір үшін болса да көмектесейін, жаңағыдай болсайын деген мақсатта болды. Аллаға шүкір, әйтеуір жақсылығымыздың барлығына болысып, ортақтасып, құтты болсын айтып отқан оқырмандарым да көп. Бірақ көре алмай, мыналар арам жолмен байып жатыр ма, мынау не істеп жатыр өзі деп бір рет мазамай жатқанымда елдің бәрі шулап еді, ойнатты, бұл ақшасын сұмдық қылып шығарып алды деп. Мысалы, ол жерде біз мазаны тапқанымыз өзі 1,5 миллион теңге ғана болған, өзі маздан мақұл, өзі 1 миллион теңгенің мазасы болса 500 мың теңгесі ғана үстіне көрдік оны. И то мен грантамның кредитін жаптым, ол жерден алдымызға қандай мүмкіндік келсе де барынша пайдаланып қалуға тырысып жатырмын. Тюльпан Алла тағала өзі сол кәсіпкерді жіберіп қалды, теплицасы бар кәсіпкерді жіберіп қалды маған, шүкір деп оспаншам несібесіне қарай. Сөйтіп тюльпан сатып почти болып қалдым, 40 мың штук қалды, иншалла. 100 мың штуктың 40 мың штугі қалды, 60 мыңы сатылды. Соның түскен ақшасына предоплатасына елдер предоплата жасады. Содан бұйырса автошкола ашайын деп жатырмын, иншалла. Мысалы, автошколасы бар кісінің өзін Алла тағала өзі жіберді да, франшизасын сатып алдым. 5 миллион теңге тұратын франшизасын жатақшасын әлі төлеген жоқпын. Бірақ әйтеуір давай Фариза сенемін беретініңе деп әйтеуір ашып жатырмыз, иншалла. Ертең бұйыртса машина алып келемін, оны Дубайдан алып келетін кісілермен де келісіп қойдым, иншалла. Дубай, Кореядан оларды көмектесеміз деді. Аллаға шүкір, келіп жатқан мүмкіндіктер бұл. Көбісі жатады, айғайлай береді, мынау бір жағымсыз деп. Мен просто сәлем достар, қалайсыздар деп детін болсам, ешкім қарамайтыны. Яғни кеше біреу күйеуіме даже айтты да, типа қарындас істеп жатыр ғой барлығын, сен жатсың ғой үйде деп ше. Мен ешқашан мен істеп жатырмын, мен деп айтқым келмейді. Өйткені бұл жасап отқан нәрсенің барлығы ол мен күйеу бала шағымның несібесі. Жұмыс істемейді емес, күйеуім жұмыс істейді негізінде. Күйеуім машина жөндейді, клиенттердің машинасын. Бірақ ол 3 күн, 4 күн біреудің машинасын жөндеп, суықта жасаған ақшасы, тапқан ақшасы 20-30 мың теңге ғана болатын болса, қойшы одан да давай бір кәсіп бастайық дедім, осы бір әрекет жасайық, ел қолдап тұрған кезде деп сөйтіп қазір қолдан келген мүмкіндіктің барлығын пайдалануға тырысып жатырмыз.